Бүгін біз 2021 жылы шыққан Бос Молокосос 2 мультфильмін қысқаша айтып береміз. Барлығымыз кәнеке бейнемізді аяғына дейін көрейік. Каналымызға тіркеліп кетіңіздер, ондай болса кеттік. Она из секретной корпорации младенцев. Тим, у меня есть знакомый доктор Рой Федерман. Тим болса есейіп өзінің отбасымен жүр. Екі баласы бар, Тина және Табита деген қыздар бар. Отбасы болып мәз болып қыдырады. Бірге туған күндерді тойлайды. Бос Молокосостың бұрынғы достары есейіп кетіпті. Джеймбо тіпті мэр болып кетіпті. Теодор болса, яғни кезіндегі Бос Молокосос енді есейіп бір жерде бастық болып жұмыс істейді. Тим болса Тальбинаның бөлмесіне кіріп қызына ән салып тұрады. Если я помогу тебе подготовиться к концерту, малышка? Я приду с тобой в школу, ты соберешь своих друзей, мы споем все вместе. Тальбина болса ағасы Теодор сияқты болғысы келеді екен. Тим артынан ескі ойыншықтарды ақтара бастайды. Бұрынғы таңертең оятып тұратын ойыншық шалы да әлі бар екен. Бір кезде бір түрлі таныс дауыстарды естиді. Қоңырау шалынып жатыр екен. Сөйтіп бұрынғы бөлмесіне көтеріледі. Бір кезде жарық өшіп қараңғыда қызы Тина көрінеді. Ол да ағасы Теодор сияқты бос болып кетіпті. Әкесіне сөйлеп жатады. Тим болса, сен сөйлеп тұрсың ба деп таңғалады. Әлгісі кейін айта бастайды. Ол да сол Бэби Корпта жұмыс істейді екен. Әкесі деген бір жағынан қуанады. Осы жолы қандай миссия дейді. Тина болса, осы жолы жағдай қиындау дейді. Арнайы саған бұйрық бар деп әкесіне тапсырма береді. Ол үшін Тим інісі Теодормен кездесіп араласу керек екен. Да, может быть. Наверное, соглашусь. Звонить ему забываешь? Я заметила, ты рассеянный временами. Сіздердің араласпағандарыңызға көп болды дейді. Бірақ Тим келіспейді. Ол жайлы кейін сөйлесеміз дейді. Ол қызын ұйықтауға жатқызады. Келесі күні бұл отбасы таңғы асын ішіп жатқанда, бұл үйге тікұшақ келіп тоқтайды. Келген Теодор бос екен, яғни інісі. Табита құлап қалды, барлығы жақсы ма дейді. Ол туралы кім айтты десе, Теодор телефоннан Тимнің хабарламасын тыңдатады. Сен жібердің ғой дейді. Әкесі Тинаға қарап қалады. Қызы аянышты қарағасын Тим ойланып, мүмкін байқамай жіберіп қойған шығармын дейді. Екеуі бір-біріне қарап қалады. Содан кейін Тим Теодорды жеке сөйлесу үшін шақырады. Содан Тим кішкентай қыз Тинаның кезіндегі Теодор сияқты бос екен айтады. Теодор болса Тимге сенбейді, бір түрлі қарап тұрады. Тим, у меня есть знакомый доктор Рой Федерман. Скажешь, что ты от меня? Ага. Менің таныс дәрігерім бар деп қалады. Содан екеуі бір-бірімен дауласып кеткенде Тина сөйлеп кетеді. Теодор таңғалады. Кәнеке емізетін ойыншықты алыңыздар дейді. Үшеуі бірден Бэби Корп деген жерге келеді. Ол корпорацияда кезіндегі Бос Молокосостың мүсіні тұр екен. Легенда деп қояды екен. Ты легенда в нашей конторе. А это не перебор? Ну, вообще-то я в одиночку эту корпорацию спас. Со мной в паре. Үшеуі бұл жерді қарай бастайды. Дәрігер Армстронгты көрсетеді. Оның да идеясы бар екен. Болашақта бүкіл әлемді кішкентай балалар басқарады дейді. Ғалымның ойынша балалар ата-аналарына тәуелді болмайды. Өз-өзімен өмір сүреді дейді. Тим болса, Табитаның менен қашып жүргені осы ма деп қалады. Содан Тина оларға тапсырма береді. Теодорды қайтып кішкентай қылғысы келеді. Ол үшін арнайы сондай сұйықтықты ішеді екен. Теодорға ақырын ғана арнайы мектепке кіріп, әлгі ғалымның жоспарын біліп алу керек. Олар қайтып жер бетіне келеді. Арнайы сүтті Теодор ішпекші еді, бірақ та бір кезде Тим жағаласып кетеді. Сөйтіп екеуі сол сүтті ішіп кішкентай болып кетеді. Осы кезде тура Табита мен анасы келеді. Тина болса, әкесі мен ағасына тығылыңдар дейді. Сөйтіп ақыры тығылып жүріп, бұл екеуі Тинаның бөлмесіне кіріп алады. Артынан Тина олармен сөйлесіп, миссияны түсіндіре бастайды. Осы түні бұлар ұйықтап шығады да, сосын таңертең мектепке кетеді. Баратын көлік болмайды. Сол кезде олар есік алдында жүрген атқа мініп алып, осымен мектепке шауып барады. Басқа жақта Табитаны анасы мектепке көлікпен апарып жатыр. Жолда неше түрлі қызықтар болады. Я лишь хочу напомнить, что завтра у Табиты школьный концерт. Тим, ты должен там быть. Разумеется, буду. Тим енді әйеліне көрінбес үшін барынша тығылып жүреді. Осы кезде Табита да мектепке келіп еді. Ақыры тығылып жүріп, Тим мен Теодор бала ретінде мектепке кіреді. Сабақ басталады. Бір кезде экранда ғалым Армстронг пайда болады. Бәрімен амандасады. Ол арнайы Тиммен танысады. Әлгісі Тим өзінің есімін басқаша айтады. Теодор болса балабақша жақта екен, ылғи кішкентай балалар жүрген жақта жүр. Тим болса өзінің қызы оқып жатқан топта отыр. Басқа балалар болса өздерінше Тимге тиісіп қояды. Балабақшада Теодор белсенді болып өзін көрсетеді. Ал мына жақта сабақта
Табита өте белсенді екен. Бірінші орындағы оқушы екен. Содан тактиканы өзгерту үшін Тим дәретханаға барып киініп келеді де басқаша сөйлей бастайды. Түр келбетін өзгертеді. Все учитесь? Учеба это для тупых. Ну что ж, неплохо так выступлю. Какой огонь. Сабақ деген ақымақтар үшін деп қояды. Әлгі ғалым болса байланыстан үзіледі. Сосын кабинетіне келеді. Осы кезде балабақшадан қашып жүрген Теодор тура осы кабинетке тап болады. Сөйтіп ол жеке осы Армстронгпен танысады. Сөйтсе бұл да кішкентай бала болып жүрген біреу екен. Қасына көмекші іздеп жүр екен. Менің көмекшім боласың ба деп қалады. Компьютер көрсетеді де сосын оны жібере салады. Осы уақытта Тим тұзаққа түсіп қалыпты. Ақыры құтылып мектептің сыртына шығады. Теодор пайда болып, мен деген қиындық көрдім, кабинетті таптым, бірақ Тим қайда жүр дейді. Екеуі ұрсып қалады. Тим сосын кетіп қалады. Сөйтіп жүргенде ол өзінің отбасына жолығады. Өзінше әйеліне қарап, мен Табитаның сыныптасымын деп тұр. Бірақ көлікте отырған Тина ұнатпай қайта Тимді ұра бастайды. Теодор болса тағы да әлгі Армстронгпен кездеседі. Әлгі ғалым қайта Теодордың басын айналдырып жүр. Өзінің жұмыстарын көрсете бастайды. Тим болса өзінше қонақ болып өзінің үйіне келеді. Оны Тина ұнатпай тұр. Бір кезде үйге Тимнің ата-анасы келеді. Табита болса, ата әже келді дейді. Тим болса мәссаған деп қалады. Вдруг они тебя узнают? Спокойно, Тина. Я же в очках. Смотри. Селфи! Так, улыбаемся. А где у нас младший? Бірақ енді ата-анасы оны танымайды. Суретке түсіріп қалады. Ар жақта Армстронг Теодорға балаларды көрсетуде. Арнайы роботталған балалар екен. Мына жақта бәрі ас ішіп отыр. Сол кезде әлгі ата-әжелер Тимге қарап, сен біздің Тимге ұқсайды екенсің дейді. Олар қарқылдап күліп өздерінің ұлы Тим туралы айтады. Біздің ұлымыз өз әлемінде жүреді дейді. Содан ұлдарының қайда жүрген сұрайды. Сонда Тимнің әйелі, олар інісі екеуі балыққа кетті деп қалады. Тим туралы айтылған бүкіл әңгімелерді Тимнің өзі тыңдап отырады. Наш босс замышляет нас похитить. Или что его новорожденный братик ходит и разговаривает, но только когда нас дома нет. Осы кезде үйге Теодор атпен жетіп келеді. Сосын тығылып жүріп үйге кіріп кетеді. Теодор да өзінің ата-анасынан өзі туралы әңгімелерді тыңдап тығылып тұрады. Атасы болса Табитаға қарап, сенің әкең мен ағаң екеуі бірін-бірі қатты жақсы көрді, бірін-бірі қатты қорғаштап жүрді дейді. Теодор мен Тим де осыны тыңдап бастары салбырап ұялып қалады. Содан кешкі ас біткесін Тим өзінше осы үйден шығып кетеді. Ал енді Тина болса бөлмесінде Теодормен отыр. Теодор болса көргенін бәрін айтып береді. Терезе арқылы кейін Тим де кіреді. Екеуі бір-бірімен татуласады. Кейін қалай біз әлгі Армстронгты жеңеміз деп жоспар құрады. Келесі күні мектепте іс-шара болады. Сол жерге Табитаның анасы да келеді. Бәрі бар. Сахнаның артында Тим жүр. Ал Теодор болса өзінше Армстронгтың көмекшісі болып отыр. Көрерменнің арасында Тина бұлар үшін уайымдап айғайлап отырады. Тим мен Теодор ақырын ғана өздерінің жоспарына көшіп әрекет жасамақ еді, олары тұзаққа түседі. Екеуін Армстронг ұстап алады. Бәрін алдын ала біліпті. Сөйтіп екеуін жеке кеме болып тұрған жерге байлап қояды. Сахнада Табита еді. Ол ән айта бастайды. Теодор болса Тимге қарап, сен жақсы әкесің деп оны жұбатады. Әр жақта Табита ән салып тұрғанда Армстронг өзінің механизмін іске қосып қалады. Бүкіл көрермендер қатып қалады. Табита болса анашым деп жылап қалады. Сол кезде Табитаның қасына сіңілісі Тина келеді. Ол сөйлегенде Табита таңғалады. Тина бәрін түсіндіреді. Енді әкеміз бен ағамыз қайда дейді. Әр жақта Тим мен Теодорды аттары келіп құтқарады. Олар қашып бара жатқанда алдарынан кішкентай ниндзялар атып шығады. Сөйтіп ақыры Армстронг та келіп екеуін ұстап алады. Сол кезде көмекке Тина мен Табита келеді. Олар бір-бірімен төбелесе бастайды. Сыртта адамдар зомби секілді Тим мен Теодорға шабуыл жасамақшы. Осы кезде Тина мен Табита ғалымның компьютерінен механизмді өшірмек болады. Ақыры олар бір-бірімен төбелесіп, әкпелі сіңлілер ғалымды жеңеді. Тим мен Теодор бұрынғы келбетіне келеді, ал адамдар болса естерін жиып оянады. Бір кезде бәрі жетіп келеді. Тимнің ата-анасы мен әйелі келеді. Тина үндемей қалады. Артынан келесі күні бәрі жаңа жылды қарсы алып отырады. Табита ән салады. Бір кезде Теодордан хат келеді. Кешір, мен келе алмаймын дейді. Сөйтсе әзіл екен. Теодор келіпті. Ол қар лақтыра бастайды. Тим мен Теодор бір-біріне қар лақтырады, екеуі бір-бірімен ойнайды, ал үш жақтан отбасы қарап тұрады. Бәрі бақытты. Кішкентай болып жүрген ғалым тәубесіне келіп, өзінің үйіне оралады. Ата-анасы баласын құшақтайды. Осылайша мультфильм аяқталады.